Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, өте жұмсақ, ауызда еритін қызыл барқыт тортын жасайтын боламыз. Керек заттардың барлығының мөлшерін осы видеоның астында описаниеден таба аласыз. Бізге керек заттар: какао, разрыхитель сода, ұн, айран, шекер, жұмыртқа, сұйық май және топ декор бояғыштары. Қыздар, мен сіздерге осы топ декор бояғышын қолдануға кеңес беремін, өйткені бұл бояудың құрамы таза. Жұмыртқаға шекерді саламыз. Аппақ көбік болып көпіргенше миксерлейміз. Сұйық майды құямыз. Араластырамыз. Айранды құямыз. Араластырып, бір миксерлеп аламыз. Барлық құрғақ қоспаларымызды қосып, араластырып аламыз. Құрғақ қоспаларды сұйық массаға салып, жақсылап араластырып аламыз. Қызыл түсті бояуды қосамыз. Алдын ала пергамент қағазына осылай төрт үштік қылып шеңбер сызып дайындап қоясыз және төртке бөліп құясыз. 170-180 градуста 10-13 минут аралығында пісіріп аласыз. Міне біздің қызыл барқыт тортының корждары дайын болды. Енді кремін дайындап аламыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Екеуін сливкиді құямыз. Сливки қолданардан алдын міндетті түрде холодильникте 1 сағат тұру керек. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осындай қою масса болу керек, үшеуін қосқанда. Енді тортты жинап шығамыз. Торттың кремін жақ болған соң, торт холодильникте міндетті түрде 3-4 сағат тұру керек. Сонда кремі сіңіп, жұмсақ болып, өте әдемі болып шығады. Қыздар, дәл осы рецепт бойынша осы тортты жасап көріңіздер. Бұл оригинал рецепт. Бұл менің тапсырысқа жасайтын рецептім клиенттерге. Міне достар, қызыл барқыт торты дайын. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.